Енді қорытындылайық та жігіттер, кішкентай бір-екі жігіттер енді күнімен жұмыста жүрді, фарлар өшіп жатқанын байқап жатырмыз да, бір дальний тұрған еді, ближний болды, қазір габарит жанып жатыр енді. Жаңағыдегі. Иә, енді осы отырыстың өзінің осы жерден бір әйбат қылып не қылайық, енді домалақтайық. Мен енді мысалы жаңағы білім жөнінде айтып жатыр ғой. Бір керемет мысал айтқым келеді да, білімге қатысты бір жігіт, енді баяғы біздің дәуірлерде ғой, енді осы Түркістан өлкелерінде бір жігіт Бұхараға барып оқитын ғой, енді онда. Сол замандарда Бұхараға барып оқыпты, 20 жыл оқыған екен. Сөйтіп қайтып келе жатса, бір бақшаға келіп тоқтапты. Бағбанға келіп демалған ғой, енді ана бақшаның егесіне сұрап, "Не, қайдан келатсың жолаушылап?" десе, "Осындай білім оқып келе жатырмын, 20 жыл осындай" деп жаңа өзін айтты да. Енді бағбан, біз енді қарапайым халықпыз, енді дұрыс екен біліміз дегенің. Енді бітірдің ба? Бітірдім, альхамдулилля, бітіріп келе жатырмын, мен сол жаңа дипломды алдым дегендей. Дұрыс екен. Енді сол білімнің басы неде? Сұрайшы деп ем депті. Білім неден басталады өзі деп сұраған ғой. Сөйтсе, білім бисмилладан басталады, білім мындай басталады, мындай жоқ, енді неден депті де, енді қай істен, қандай амалдан десе, сонымен жауап бере алмапты. Сонда айтты, маған 1 жыл қызмет қылсаң, бау кесіп, жанында шөп арқалап жүрсең, жауабын айтам депті да. Білейш, ақыр 20 жыл оқыдым, осында біліп кетейін депті да, енді анау. Қызыққан адам ғой, осында жауабын білейш деп. 1 жыл бойы соның жанында бағбан болып, анау несін қырқып, жаңағы анау мынауын артып, кетпейін шауып, су қойып. Енді бағбанның жұмысы ауыр ғой енді. Сол пейнетті бітіріп 1 жыл болғанда, енді есіңізде болса осындай сауал қойып едім, соның жауабын күтіп жүрмін депті. Сонда айтқан екен, білім сабырлықтан басталады деп. Неге айтып жатырмын? Адам өзі сондай бір кезеңдерден өтеді да. Дінді жаңа бастаған адам да, тек дін емес, әрбір жаңалыққа келген адам сондай бір кезеңдерден өтеді. Мысалы, өзіңіз есіңе түсіріңізші. Бірінші сатып алған көлігіңіз, автокөлігіңіз. Өзім мысал есіме түсірем да, мен Жигули еді. Сатып алдым, оны енді бір қуаныш, ананы күніге сүртем, жуам. Жаңағыдегі анау мынау тауып алсам, жапсыра берем, соған жапсыра берем. Сәндеп тастадым мен жаңа. Екінші машина ондай болмады. Үшінші машина одан да бөлек болды. Төртінші машина жуылмайтын болды. Жумайым, жүріп тұрма, от алдырам да жүре берем да. Жумайсың ба дейді. Иншалла бір жуам деймін. Сол бірақ қол тимейді да, расында керек. Қарамаймыз. Мысалда, өзінің уақытын қараңызшы, сол кезеңдер бар. Бір жігіттер бар, армиядан келеді. 2 күн, 3 күн ана тельняшкаменен, неменен жүріп ұйықтайды да. Раста мысал. Содан кейін жаймендеп басылады. Оказывается, осы еркек біткен бәрі армияда барған екен ғой деген ой түйе ма, білмеймін, әйтеуір жаймендеп басылып, соны шешеді енді бір күн ше. Сөйтіп қояды, анау армия туралы айтуында басылады. Бұл кез мысал дінде де бар. Дінге алғашқы келген адам расында да қолына шоқпармен келеді. Енді анау қызығу нәрсе ол ше. Бәріне осы бір жаңа ынталанам дейді да, өз намаз оқиды, намаз оқымайтын бәрін қырып бітіреді, жаңағыдегі сондай болады да. И какой-то сол кезеңнен оны шығаратын нәрсе, егер сол кезеңде қалып кетеді, а білім алса, ары қарай дамыса, содан шығады ол. Жаймендеп түсінеді, көз ашылады. Мен бір өзім емес қой намаз оқып жүрген. Кеше оқыдым мен, 3 ай ма 4 ай болды оқығаным. Жұрттарың 10 жылдан намаз оқып жүр. Қанша бір адаммен танысады, ассалаумағалейкум, ассалам, ораза екен, керемет болды. Қанша ораза тұттыңыз? Бәлен жыл ораза тұттым дейді. Субханалла, мен 2 ораза тұттым, 1 ораза тұттым дейді да. Жаңағыдегі таңғаласың. Өз басым, мысалы, 92-ден бері қарай ораза тұтып 21 жыл болыпты да. Енді осы оразам 21-ші оразада. Иншалла, жете алсам жақсы, иншалла тұтсам. Сағынып жатырмын да, иншалла, оразаны. Керемет ай ғой. Енді субханалла, сөзбен жеткізе алмайсыз. Ораза деген енді айлардың тәжі ғой, королі. Онда дәрежесін жетесі, шылығына, шақында, ләзатына. Бір жылғы мысалға бір кемшілік болса, ол ендігі жылы ол болмайды иншалла. Түсінесіз, білесіз. Оны жүрсіз, көресіз де ғой. Оразада тазалық жақсылық. Тағы да бір, иншалла шынында жетеміз да. Біліммен, сабырмен. Сабырмен. Именно білім сабырлықтан басталады деген келеді ғой. Мысалы, просто біліп алғаннан кейін оны сабырлықпен білсе, біріншіден ол сабырлықтың да түрі бар. Мысалы, имам Науауи, Арбаин Науауида сөйтіп келтіреді, сабырлық туралы хадис айтады да, сабырлық деген не? Немесе Риаду Салихинда келеді, оның шархында қайтадан сол сабырлық хадис келеді да, сабырлық деген не дейді? Бірнеше түрге бөліп тастайды.
Діндегі сабырлық, амалдағы сабырлық, күнәдағы сабырлық, бәрі келеді. Соның біреуі мысалы білімдегі сабыр. Адам білім алуға да сабырлық, білім беруге де сабырлық керек. Еще оны көтеріп жүруге де сабырлық керек. Еще оны көтеріп жүру керек. Біреулер бар, бір хадис естіп алады да, как будто жұрттарда хадис жоқ сияқты. Соны ғана біледі да, болды, енді жаңағыдегі адам ғалым. Мына ағамыз айтпақшы, жаңағыдегі бір нәрсе біліп алған, болды, енді ол сол кісі қалған бәрі дұрыс емес болады. Жоқ, ондай емес. Аздап сабыр етсеңіз, соны көтере білсеңіз, білім ізденуге сабыр етсеңіз. Өйткені Құран оқып үйренудің өзіне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сауап деген. Тіпті оны тілі келмей қысылып отқанға екесе дейді. Екесе дейді, одан екесе. Неге? Ол бірінші оның ижтихадына, амалына да, амалына сауап. А екінші сауап оның сол сабырлығына сауап. Екесе болады да. Сол үшін жаңағыдай шамаңыз жетпей жатыр екен, мен тісім өтпей қалады, немесе менің қолым тимей қалады емес. Мысалы, Құранды сауатты оқу, ең қарапайым нәрсе мысалы. Күніге Құранымызды мысалы жаймен деп тәжвидпен оқу, сауатты оқудың өзі. Жаңағыдегі басқа білімдер бар, білімдердің төресі мысалы ақида білімі болса, Алланы тану білімі болса. Оның жанында мысалы өзіміздің мысалы міне саудагер адам өзінің саудасының жайындағы өзінің білімі бар. Бір адам токар шығар. Ол адам өзінің сол токарлық мәселесінің жайындағы діни ғалымдар не дейді өзі мысалы осы жерде токар деген өзі мысалы қалай бастау керек, қалай жүру керек, тұру керек, может сонда жерде бір айтылған нәрсе бар шығар. Жоқ болса мүлде жалпы осы мамандық қалай деген сияқты мысалы әркім өзінің мамандығында қатысты діни мәселелерді білсе, жаңағыдай өзінің діннің какой-то минимумы бар. Минимумнан кейін адамның өзінің шығатын баспалдақтары кете береді. Енді қорытып айтатыным жігіттер, жаңағыдай ұзақ созып жіберсек, или қате бір жерлер дұрыс емес айтып қойсақ, кешіріңіздер. Дұрыс айтқан болсақ, иншалла, ол енді Алладан, қате айтсақ, әлбетте ол менің нәпсімнен, шайтаннан. Өзі ниет, иншалла, осы Талғат Қажекеңнің ниеті де жаңағыдай осы жерде келген көпшілік жігіттің де сол ниеті шығар. Ондай болмаса тағы жаңартыңыздар, бірлік мәселесі. И бүгін ойлаймын бір керемет бір нәрсеге жеттік деп ойлаймын, иншалла. Осы жерден аяқтап дұға қылсақ. Қажеке өзіңіз бір дұға қылсаңыз бірлік жайында. Бисмилlah, амин. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين ورحمة الله علينا وعلى كل المؤمنين وحامته بهذا الطعام والآكلين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Ya Allah bolğan, ya Жаратушы иеміз, ya Rabbi, ya Allah Taala. Sen bizдің Rabbimizsin, biz senin kullarımız, ya Allah. Әрқашанда бір өзіңнің көрсеткен sırat-ı mustaqim, İslamның тура жолына жүргізе көр, ya Allah. Біліп те білмей істеген күнәһи істерімізді бір өзің мағфират ете көр, ya Allah. Осы жерде қол жайып отырған күллі бауырларымызға, баршамызға ынтымақтың бірлік берекетіңді бере көр, ya Allah. Екі дүниеде жүздерімізді жарқын қыла көр. Осы жерде әмин деп қол жайып отырған барша бауырларымыздың хайырлы арман тілектеріне жеткізе көр, ya Allah. Өсвәслі шайтанның азғыруынан сақтай көр, ya Rabbi, ya Allah Taala. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.